Баршаға сәлем достар, сіздермен Сұлтан Фильмс. Достар, бүгін Дэдпул киносына шолу жасаймын. Алдымен арнаға тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Біздің фильмнің басты кейіпкері Уэйд атты желпілдек жігіт. Алайда айналысатын ісі оңай емес. Ол басқаларға зиян келтіретін баскеселерді ұстап, сазайларын тартқызады. Уэйд осындай операцияның бірінде пиццаға тапсырыс берді. Сәлден соң курьер оның пиццасына келгенде, Уэйдке пицца емес, курьер керектігі түсінікті болды. Ол жігіттің жағасынан алып, өзінің клиенттері болып саналатын жас қыздардан аулақ жүруін ұқтырды. Кейін ол өзінің досы жұмыс жасайтын шарапханаға келеді. Салған беттен бармен досына жақындап, өзінің тапсырысын берді. Уэйд басқалардан ерекше экзотикалық сусынды қалады. Сәлден соң оның ушықтыруымен бар ішіндегі алқаштар бір-бірімен төбелесе бастады. Біздің кейіпкеріміз болса Ванесса атты қызбен танысады. Екеуінің әңгімесі жарасып, ойлары да бір жерден шығып жатты. Уэйд Ванессамен жақынырақ танысқысы келетіндігін айтып тұрғанда, жанынан өткен бір алқаш Ванессаның денесін шапалақпен түртіп қалады. Шатыры тайған Уэйд алқашты орнына қойды да Ванессамен әңгімесін жалғастырды. Кейін қызды өзімен алып шығып, қалтасында бар ақшаға ойын-сауық орталығына келеді. Бұл жерден Уэйд керемет сыйлық ұтып алып, оны қызға сыйлады. Осы таныстық күннен соң екеуінің арасы жақындап бірге тұрды. Кейін Уэйд өзінің қызына керемет тосын сый жасайды. Бұл жайлы тіпті Ванессаның өзі де күтпеген еді. Ол Ванессаға жүзігін ұсынып, маған үйленесің бе дейді. Екеуі үйленеміз деп шешіп, бақтан бастары айналып жүрген болатын. Алайда барлығы бұлай керемет болса мейлі. Сол күні Уэйд талып қалып, ертесіне дәрігер оның жаман ауруға шалдыққанын хабарлады. Осыны естіген қыз Уэйдті емді жолдарын қарастыра бастады. Ал Уэйдтің өзіне келер болсақ, жігіт өмірінің соңғы сәттерін кешіп жатқандай күй кешіп, Ванессаға бар назарымен қарайды. Соңғы жаңалық Уэйдке ауыр тиді. Өмірінің соңғы күндері қалғанын түсінген ол киімдерін жинауда. Кейін кешке салқынмен шарапханада жұмыс жасайтын Харриокқа барды. Досына басына түскен қиыншылықты айтып, көмек сұрағандай сөйлейді. Алайда Харридің қолынан тек тегін жарап беру ғана келеді. Кейін ол Уэйдке қара визитканы ұсынып, бардың артқы орындығында отырған костюмдегі жігітті нұсқады. Ол Уэйдті сұрастырып жүрген болатын. Біздің жігіт онымен кездескенде, костюмді жігіт оған ауруынан емдеп, мықты күшті бойына сіңіретін эксперимент бар дейді. Мұны естіп Уэйд бір күлді де, мынандай ертегіге сенбеймін деп тұрып кетті. Түнгі уақытта көз ілмеген Уэйд Ванессаның жанында өмірімді санап өмір сүргенімше экспериментке қатысайын деп қызды тастап кетеді. Жаңағы жігіттің экспериментінде шаң жұқтырмас атты мықты әйелмен танысады. Ал бұл жобаның жетекшісіне келер болсақ, ғалым кейпінде ақ халат киген Аякс атты тақырбас еркек еді. Оның айтуынша Уэйдке екпе ретінде өздері ойлап тапқан дәріге келген соң, жігіттің денесіндегі жасушалар түрлене бастайды. Осының нәтижесінде Уэйд мутацияға ұшырап өзгеруі тиіс. Алайда барлығы Аякс ойлағандай болмады. Жасушаны түрлендіретін дәріге келді, бірақ оны жұмыс жасатқызу үшін Уэйдтің денесінде адреналин жүруі тиіс. Оны жүргізу үшін Уэйдті суға да салды, тоққа да байлап шыңғыртты. Одан бөлек боксерларға ұрғызды. Алайда Уэйд үшін мұның барлығы күнде көріп жүрген оқиға ретінде болған соң еш әсер етпеді. Уэйдтің өзі Аякске Ванесса жайлы айта бастады. Уэйдтің әңгімесін тыңдап тұрып, Аякс бір мырс етпейді. Тек өзінің сөзін жалғап, адамдарды мутацияға ұшыратып, өзгерткен соң құлдыққа жібереміз дейді. Ал адреналинге келер болсақ, Аякс мұның сұмдық амалын тапты. Уэйдті жабық кабинаға салып, ауа жіберуді біресе тоқтатып, енді Уэйд өлді дегенде қайта ауа жібере бастайды. Осылай Уэйдтің өкпесімен ойнап тұрғанда, жігіттің бойында адреналин жүре бастайды. Тиісінше жасушалар түрленіп, Уэйдтің түр-әлпеті өзгеріске ұшырады. Айтпақшы, осы әдістің арқасында Уэйдтің бойындағы жаман ауру жасушалары жойылды десек те болады. Енді қинауды тоқтатуға болады. Алайда Аякс үшін Уэйдтің қиналғаны қуаныш әкелетін. Осылай капсула ішінде қалған жігіт әр сәт сайын қиындыққа тап болып отырды. Осының арқасында жан қиналып Уэйдтің күші арта түсті. Бір күндері шаң жұқтырмас Уэйд жатқан капсуланы ашып, оның мойнына тағылған белбеуді шешкелі жатты. Сонда Уэйдтен бір соққы жеді. Аякс Уэйдтің бара-бара күшейіп жатқанын көрді. Сондықтан қанағатсыздықпен оны қинауды тоқтатпайды. Уэйдтің өзі болса, шаң жұқтырмастан байқатпай тартып алған шырпысын жағып жіберіп, капсуланы жарып шықты. Шыққан беттен жігіт Аяксты жағадан алды. Бірақ оны әзірге өлтіріп керек емес. Уэйд өзінің бұрынғы түрін қайтарғысы келсе, Аяксты аман алып қалғаны дұрысырақ. Бірақ Аякстың өзі өмір сүргісі келмейтіндей. Екеуінің арасында шайқас қыза түсіп, ақырында бұлар орналасқан ғимарат өртеніп тынды.
Таңертең біз тірі қалған өзіміздің Уэйдті көреміз. Алайда түрі бұрынғыдай красавчик емес. Қайта адамдар өміріне оралған ол Ванессаны аңди бастайды. Сырттай оны бақылап, Уэйд сан мәрте қызбен кездесіп, не болғанын түсіндіруге оқталды. Бірақтан оның мына түрін көріп, Ванесса тұрмақ көшедегі адамдарды қорқатын. Солай қыздан айырылған ол басы салбырап Харриге келді. Бастапқыда досына бетін бүркемелеп, не болғанын, ауруды қалай жеңгендігін айтып берді. Кейін басындағысын шешкенде, Харри қорқудың орнына Уэйдтің түріне прикол ұстайды. Ендігі Уэйдке немен айналысу керек? Бұл екеуінің басты сұрағы. Бұрынғы Уэйд іспес сарбаз болып, баскерлерді ұстаса, бұл жолы Уэйд өзім баскесер болып, жауларымды өлтірем деп бекінді. Харри болса досына атауың өлім шақырардай болсын деп, Дэдпул деген есім береді. Бойында қалып күшпен қарапайым адамдарға шабуыл жасау Уэйд үшін түк те емес. Оның басындағы проблема адам өлтірген соң қанды қалай кетіру еді. Қайта-қайта костюмін бүлдіріп, киім жуумен-ақ қолы босамай жүр. Уэйдке көзі көрмейтін қария қанды қалай кетіру жайлы әдіс айтты. Осыдан соң Уэйд өз костюмын қызыл түске ауыстырды. Сонда қан шашыраса да, еш білінбейді деп санады. Кезекпен-кезек жауларын өлтіре келе, Уэйд ендігі Аякстың көзін жоямын деп шешті. Осы үшін Яндекс такси шақырып, жолға шығады. Таксист жай саясатты жамандап қоймай, Уэйдпен жақсы тіл табысып алады. Енді Дэдпулдан жол ақысын да талап етпеді. Ал Аякс әуежайда адамдарымен кезекті кездесуінде отыр. Ұшақтан түскен бандит Аякстен тауардың қайда екендігін сұрады. Сонда Аякс қолымен мутант адам жатқан жәшікті көрсетті. Кейін өзіне көп алып қойған Аякс алдына келген бандитті сөзбен қорқытып тастайды. Дэдпул болса таксиден түсіп, көпірге аяғын салбыратып қойып, жолға қарайлап отыр. Оның күткені Аякстың мінген көлігі. Сәлден соң қап-қара фургондар көрінді. Олардың біріне Дэдпул секіріп, ішіндегілерін кезекпе-кезек ұрып жоя бастады. Бұлардың төбелестерінің арты атыс болып бітті. Біздің кейіпкеріміздің қаруында небары 20 оқ. Өзіне сенген Дэдпул осының өзі жеткілікті деп атысқа көшті. Кезекпе-кезек барлығының маңдайынан оқпен тесіп, ақыр аяғында Аяксты қолға түсіреді. Ал X командасы қала көшелерінде Дэдпулдың жасап жатқандарын теледидардан байқап, оны өз қатарларына қосуды ойлайды. Осы сәтте оның қақшекеден атып өлтірудің орнына иығына пышақ тығады. Себебі Уэйд өзінің түрін көрсетіп, өлтіргісі келді. Сол сәтте Кобос атты темірден тұратын супер адам Дэдпулдың артынан шығып жігітті тоқтатты. Кобосы мен жанындағысы Дэдпулге бізге қосыл деген әңгімесін айта бастайды. Алайда жалғыз әрекет ететін Уэйд өзінің жоқ деген жауабын айтты. Сонда қараса Аякс қашып кеткен екен. Ашуланған Уэйд алдында тұрған темір мутантты ұрып жіберді. Бірақ керісінше өзінің қолы ауырып қалады. Ал Кобосы Уэйдті құрықтап, профессор Икске апаруды ойлады. Уэйдтің қолын кісендегенімен, Дэдпул өзінің қолын кесіп, байлаудан босайды да, көпірден секіріп қоқыс толы вагонға түседі. Ал Дэдпулдың кесілген қолына не болды десеңіздер, оның қолы жаңадан өсе бастады. Әзірге қолы жаңа туған сәбитікіндей. Шаң жұқпаспен Аякс, Харри жұмыс жасайтын шарапханаға келіп, Уэйд жайлы сұрай бастайды. Сонда оның Ванессамен түскен фотосын тауып, Аякстың есіне қыз түседі. Уэйдті құрыққа түсіру үшін Ванессаны жемдік ретінде пайдалануды ойлаған Аякс нөкерлермен шарапханадан шығып кетті. Бармен жігіт Харри болса телефонын қолына алып, Дэдпул досына хабарласты да болған жайтты айтып берді. Ванессаны алдын ала аман сақтау үшін Уэйдтің жұмыс жасайтын клубына келді. Ол сырттай Ванессаны көрді. Алайда жанына жолап, оған бір ауыз сөз айтпады да. Ванесса болса Уэйдтің келгенін сезгендей. Ол өзінің жанына жақын бір жылулықты сезді. Тек соңында өз ойын шорт кесіп, Уэйд өлген деген тұжырымға келді. Уэйд бір жеңілдеп алу үшін әжетханаға кетіп, бет аузын суландырды. Сол сәтте Ванессаға хабар түсіп, оны клубтың артқы есігіне шақырады. Оған қауіп төнгенін түсініп, қыздың артынша Уэйд шыққанда, ендігі Ванессаны ұрлап әкеткен екен. Артынша Уэйдке қызы тірі көргің келсе, осы мекенжайға кел деген хабар түсті. X командасының осындайда көмегі керек болып қалып, Уэйд жанына Кабоссаны ертіп алды. Белгіленген мекенжайға жету үшін таныс таксиін шақырды. Онымен барғанша сөйлесіп барып, шығар кезде жұдырық соғыстырып, шайқасқа сәттілік деп қоштасты. Әңгімеден басы қалғандай Дэдпул алаңға зарлап жүгіріп, таксиде қару-жарақтарды ұмытып кетеді. Авианосцы атты Аякспен кездесу орнына келгенде, бұларды бастарынан башбайларына дейін қаруланған Аякстың нөкерлері күтіп алды. Кобосы шаң жұқтырмаспен айқасқа түсіп жатқанда, Уэйд ақ ту көтеріп, берілім деп жырбыңдайды. Кейін қолына екі қылышын алып, алдында тізіліп тұрған қарулы әскерді жояды. Бұл уақытта Аякс Ванессамен жоғарыда жүр. Төмендегі айқас не болды деп қарай қойғаны сол еді. Өзінің адамдарының өлеңінен жасалған Уэйдтің сәлемдемесін көрді. Кейін Ванессаны капсулаға салып, Дэдпулды күтіп алады. Аякс пен Дэдпул төбелесті бастағанда, екеуінің де өліспей беріспейтіндігін байқадық. Кейін Ванесса босаған соң Дэдпулға көмектеседі.
Осы сәтте бұлар жүрген ғимараттың іргетасы тайып, құлауға айналды. Дедпул жерге жатқызып алып, Аяксты ұрып тастаудың орнына Ванессаны құтқаруды жөн тапты. Кабосы болса екі қызды екі қолтығына қысып алып шықты. Қирайтын ғимарат қираған соң, әлі де тірі Аякс табылды. Уайт оның ұсқынына қарап, оның еш әлі қалмағанын түсінді. Оның маңдайына қаруын тағап атқалы жатқанда, Кабосы супер қаһармандар олай әрекет етпейді, әділ әрі мейірбан бол дейді. Жарайды деген Уайт шүріппені басып, Аякстың миын шашып жібереді. Кейін Кабосыға қарап тұрып, келесі жолы дейді. Ванесса болса Уайттың осы уақыт бойы жоқ болғанын айтып, оны ұра бастады. Кейін жігіттің қазіргі түрін көріп, оған қандай болсаң да қабылдаймын деді. Осылайша достар, Дедпулдың бірінші бөлімі бітті. Егер де екінші киносын қалайтын болсаңыздар, астына жаза кетіңіздер. Одан бөлек лайктарыңызды баса кетіңіздер. Егер де 500 лайктан асатын болсақ, екінші бөлімін міндетті түрде шығаратын боламын. Ал ендеше келесі кездескенше.